Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы кері функция ұғымдары. Сабағымыздың оқу мақсаттары кері функцияның анықтамасын білу және берілген функцияға кері функцияны табу және өзара кері функциялар графиктерінің орналасу қасиеттерін білу. Y тең f от x теңдігінен x-ті y арқылы өрнектесе, онда x-ның y-ге тәуелділігін аламыз. Ол тәуелділікті x тең фи от y деп белгілейік. Сонда x тең фи от y функциясы y тең f от x функциясына кері функция деп аталады. Функцияны y аргументті x арқылы белгілеу қабылданғандықтан кері функция былай жазылады: y тең фи от x. Оқушылар, кері функцияны құрастыру алгоритмімен танысайық. Бірінші, y тең f от x функциясына x-ті y арқылы өрнектеу. Екінші, шыққан x тең фи от y теңдікте тәуелді айнымалыны y тәуелсіз айнымалыны аргументі x арқылы алмастыру. Сонда y тең фи от x функциясы y тең f от x функциясына кері функция болады. Берілген функция формуласындағы y орнына x, x-ның орнына y алмастырамыз. Сол кезде біздің функциямыз x тең f от y түрінде өрнектеледі. Екінші, алынған теңдіктен x-ті y арқылы өрнектейміз. Сонда функциямыз y тең g от x түріне келеді. Мысал келтірейік. Біздің функциямыз y тең 2x минус 6 түрінде берілсін. Енді осы алгоритм бойынша бірінші x-ті y арқылы өрнектейік. X тең 2y минус 6 болады. X-тің орнына y, y-тің орнына x жаздық. Екінші, минус 2y тең минус x минус 6 түрінде келеді. Керісінше y-тің орнына x, x-тің орнына y қойдық. Сол кезде біздің функциямыз y тең 0,5x плюс 3 түріне келді. Біздің берілген функциямыз y тең 2x минус 6. Бұл функциямыздың графигі түзу сызық болады. Біз суретте міне салынып тұр графигіміз. Y тең 2x минус 6. Және y тең 0,5x плюс 3 түрінде функциямыз осы функцияға кері функция болады. Оның графигі сызылып тұр. Y тең 0,5x плюс 3. Осы екі функциямыз біздің өзара кері функциялар болады екен. Берілген түзулермен кері функциялар графиктері y тең x түзуіне қарағанда симметриялы болады. Және бірінші және үшінші ширектердің биссектрисасы болады. Егер y тең фи от x берілген функция, y тең f от x берілген функцияға кері функция болса, онда y тең фи от x және y тең f от x функциялары өзара кері функциялар деп аталады. Бұл өзара кері функцияға беріліп тұрған анықтама. Y тең x квадрат, мұндағы x үлкен 0-ден функциясы және y тең түбірасты x кері функциясының мысал ретінде алып, өзара кері функциялардың графиктерінің орналасуын қарастырайық. Y тең x квадрат квадраттық функция 0-ден плюс x-ке шейін аралығында анықталған. Осы функцияның кері функциясын тауып, графигін салуымыз керек. Y тең x квадрат функциясының графигі төбесі координата басы 0-ден өтетін парабола болатын білеміз. Енді бізге 0-ден плюс x-ке шейін аралығы берілгендіктен, ол функцияның бірінші ширекте жатқан тармағын аламыз. Енді осы функцияға біз кері функцияны табуымыз керек. Ол кері функциямыздың графигі y тең түбірасты x түрінде болады екен. Яғни біздің суретімізден көрініп тұр, y тең x квадрат және y тең түбірасты x функциялары өзара кері функциялар болады. Бұл функциялар y тең x түзуіне қарағанда симметриялы болады. Ал біздің y тең x түріндегі түзуіміз бұл
бірінші ширек пен үшінші ширектің биссектрисалары болады түзу. Оқушылар, өзара кері функциялардың графиктері бірінші және үшінші координаталық ширектердің биссектрисаларына қарағанда симметриялы болады екен. Егер y тең f(x) функциясы аралықта өспелі немесе кемелі болса, онда оған кері функция да осы аралықта өспелі немесе кемелі болады екен. Енді біз оқушылар сабағымызды қорытындылай келе, кері функция ұғымымен таныстық. Кері функция табуды үйрендік. Және өзара кері функцияларды табуды үйрендік. Өзара кері функциялардың графиктерінің орналасуын қасиетін білдік. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.